Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазақ тілі сабағын бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы зат есімнің тәуелденуі. Сабақтың мақсаты өз бетінше мәтіннің тақырыбын және мұғалімнің көмегімен негізгі ойды анықтайды. Тәуелдік жалғауларының қолданысын біледі. Балалар, біз сендермен бір қадам алға әдісін пайдалана отырып, бірнеше сұрақтарға жауап береміз. Сөз таптары нешеге бөлінеді? Зат есім дегеніміз не? Жалқы есім дегеніміз не? Жалпы есім дегеніміз не? Негізгі зат есім дегеніміз не? Туынды зат есім дегеніміз не? Қане осы сұрақтарға жауап берейік. Тәуелдік жалғау деген не? Заттың біреуге меншікті екенін білдіретін жалғауларды тәуелдік жалғау деп атайды. Мысалы, менің өнерім, менің әжем, сенің әкең, сенің атаң, оның атасы. Жалғаулар үш жақта, жекеше, көпше түрде айтылады. Менің досым, сенің досың, сыпайы түрі сіздің досыңыз, оның досы. Көпше түрде біздің досымыз, сендердің достарың, сіздердің достарыңыз, олардың достары. Балалар, зат есімнің жекеше және көпше түрде тәуелденуін осы кестеге қарап отырып жаттап аламыз. Бұл кестеде дәптер деген сөзді жекеше және көпше түрде тәуелденуі. Бірінші жақ менің дәптерім, екінші жақ сенің дәптерің, сыпайы түрі сіздің дәптеріңіз, үшінші жақ оның дәптері, көпше түрі біздің дәптеріміз, сендердің дәптерлерің, сіздердің дәптерлеріңіз, олардың дәптерлері. Дәптер деген сөз үш жақта жекеше көпше түрде тәуелденіп тұр. Балалар, оқулықтағы 40-шы жаттығуға назар аударайық. Өлеңді оқы. Өлең не туралы? Өлеңдегі негізгі ойды анықта. Өлеңдегі бала туралы сенің пікірің қандай? Өлеңнің соңғы шумағын көркем жаз. Жақсы балалар, келесі жаттығуға назар аударайық. 41-ші жаттығу. Жұмбақтың шешуін тап. Екі желім, күйдің көрігі, әннің көлігі. Осы жұмбақтың ішіндегі тәуелдеулі зат есімдер тауып, түбір сөздің соңғы дыбысының өзгеру себебін түсіндіріп кет. Жақсы балалар, егер жұмбақтың шешуін тапсаңдар, келесі тапсырма. Жұмбақтың шешуіндегі сөзді жекеше көпше түрде тәуелдеп жаз. Балалар, 42-ші жаттығуға назар аударайық. Суретке қара. Ыбырай Алтынсариннің «Кел балалар оқылық» өлеңіндегі мазмұны осы суретке сәйкес келетін жолдарын тауып көр. Сол шумақтың мазмұнынан не ұққаныңды әңгімелеп айт. Жақсы балалар, жақсы тапсырманы орындап жатырсыңдар. Келесі тапсырма 43-ші жаттығу. Бұл жаттығуда берілген сөздерді
тәуелдену ерекшелігіне сәйкес топтап жаз. Жақсы балалар, тапсырманы орындап болсаңдар, үйге тапсырма жазып алыңдар. Қалам деген сөзді үш жақта жекеше және көпше түрде тәуелдеп келесіңдер. Осымен балалар, қазақ тіл сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.